Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен осындай классикалық шалбардың замогын ауыстыратын боламыз, яғни молниясын. Бұл ер адамдыкіне де болады, әйел адамдыкіне де жылдам тез ғана ауыстырып аласыздар. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазір замокты бірге ауыстыратын боламыз. Міне мен осындай замок алдым. Бұл өте ыңғайлы, тез ашылады. Осындай ыңғайлы замок сатып аласыздар өздеріңізге. Енді мына жерде біздің бұрынғы ескі істемей қалған замогымызды сөгіп алып тастаймыз. Замокты сөгетін кезде бірінші мына үстіңгі белінен бастап сөгесіздер. Екі жағын. Өздеріңізге қаншалықты керек, тігіске жеткілікті қылып сөгіп аламыз. Екі жағынан. Мына жағында да. Одан кейін мына замокты мына жерін сөккен кезде міндетті түрде бұрынғы өзінің тұрған жерін ұмытып қалмау үшін, шатастырмау үшін тура осы жерлерге белгі қойып алыңыздар, белгілеп алыңыздар. Жаңа замок салған кезде тура орнында тұру үшін. Егер сіз жаңадан тігіп жүрген адам болсаңыз. Сөккен кезде мына гульфиктің үстіңгі закрепка жасалынған жерінде былай сөгесіздер. Содан кейін барып замокты аламыз. Мына жанындағы сөккен жіптердің барлығын тазалаймыз жақсылап. Содан кейін мына закрепка берген жерін полностью сөгіп замокты аламыз. Міне замокты барлығы сөгіп алып тастадық. Енді мына замогымызды ашамыз. Осылай ашасыздар да. Жаңағы сөгіп алған жеріңізге тура орнына белгі бойынша қоясыздар. Гульфиктардың осыған келтіріп, мына замокты жаңағы өз орнына қоясыз осылай. Өзінің тұрған жеріне келтіріп, бас жағын барлығын келтіресіздер осылай. Міне, бағана белгі қойдық қой. Мына замокты көрдіңіздер, былайынан айналдырасыздар керісінше. Міне, керісінше айналдырасыздар. Мына белгі салған жерге бағанағы осылай қыстырасыздар. Қыстырып, инемен қадап алсаңыздар болады. Не болмаса көктеп алсаңыздар болады. Міне осылай. Сосын кейін астыға қарай түсіресіз. Bir жағын осылай қыстырып аласыздар. Енді келесі жағы, мына жағы, оны жаңағы мына жерге қайттан орнына қоясыздар. Өзінің сөгіп алған орындарыңыз бар, соған қайттан орнына кіргіземіз. Мына жерде бормен белгілеп қойған жеріміз бар, міне. Соған қайттан кіргіземіз. Жаққа қарай жақындатамыз. Тура жаңағы белгі бойынша келу керек. Келтіріп аламыз да. Мына темірді қатты жоғары қой көтермеңіздер. Міне. Осылай инемен қыстырып аламыз. Сіздер көктеп алсаңыздар да болады. Осылай белгі бойынша ара қарай тағы да ине қадап, не көктеп алған дұрыс. Міне осылай. Көктеп алсаңыздар да өте ыңғайлы болады. Қазір көктеп сіздерге көрсетемін. Міне. Осылай белгілейміз. Мынау ішіне қарай кіреді. Ішіне қарай кіреді. Замок жапқан кезде бізде осылай өз орнына келеді. Жаңа сөккен жерімізді көктеп жатырмыз. Машинкамен жүргізгенде оңай болады. Міне, мына жерден былай сөктік қой. Осы жерді көктеп тастадым. Одан кейін былайынан жаңағы өзіміздің белгілеген сызық бойынша көктеп шықтым. Көктеп тіксеңіздер өте оңай болады. Жылдам және әдемі болады. Міне, мына жағын біттік. Енді мына жағын көктейміз. Тура жаңағы инеміз тұрған жерден бастап көктейсіздер. Мына жерде сызық белгіміз бар өзіміздің. Сол белгі бойынша көктейміз.
белгі сақ қойсақ қалай жақсы болады, ыңғайлы болады. Қисық та болмайды. Өз орнына тұра қалады. Қазір көктеп болғаннан кейін замокты жауып көрген кезде бәрі белгілі болады. Міне, осылай көктейміз соңына дейін. Міне көктеп болдым екі жағында. Енді бізге қазір жауып көреміз, қалай дұрыс тұр ма екен барлығы. Міне осылайдан көресіз. Барлық орында тұр. Мына жерде түймесінде жауып көреміз. Дұрыс тұр ма екен тексереміз осылай. Одан кейін, егер барлығы дұрыс тұрса, міне біз машинкамен қазір тура сол көктеген тігісіміз бойынша жүргіземіз. Қазір машинкамен жүргіземіз. Мына жаңа көктеп алған жерімізді, міне осы жерді және бел тігісін қазір машинкамен жүргіземіз. Мен тағы бір көрсетейін. Мына жерді тігіп болғаннан кейін мынаны осылайын ұстайсыздар да, осылайын аударып, мына жағын тігесіздер. Осылай ыңғайлы болады. Осылай қойып тігеміз. Мына жерде жіптерін бәрін алдық, замогымыздың бәрін жауып тексердік. Бәрі дұрыс. Енді мына төбесін, белін тікпес бұрын біз мына жерде осылай отделочный строчкасын өзінің бұрынғы орны бойынша тура осылай мына жерге дейін жүргізіп шығамыз. Сосын мына жерден закрепка бересіздер. Одан кейін барып мына белдік тігісті тігеміз. Қазір мынаның үстіне жүргізіп шығайық. Отделочный строчкасын әдемілеп жүргізіп. Барлығын тігіп болғаннан кейін мына іш жағын былай аударасыздар да. Мына екеуін бір-біріне закрепка бересіздер. Замогымға жаба тұрайын. Мына екі гульфикті осылай бір-біріне келтіріп, мына жерден закрепка бересіздер. Сонда ашып жапқан кезде замоктарыңыз ары бері шығып кетпейді. Мына жерден закрепка береміз. Міне жаңағы мына жерден закрепка бердік іш жағына. Енді замокты былай аударасыздар. Замоктарыңыздың барлығы әдемі жабылып тұрғанын тексереміз. Содан кейін мына жерде өзінің бұрынғы сыртынан берілген закрепканың орны бар. Міне мына жерде қараңыздар. Міне осы жерден былайдан кішкене закрепка берсеңіздер болады мына жерде сыртынан. Сонымен бізде замогымыз толығымен тігіліп болады. Достар, қараңыздар, осымен шалбарымыздың замогы дайын. 5 минутта осындай әдемі қылып замокты өздеріңіз ауыстырып алсаңыздар болады. Мен мына жерде закрепкасын бердік. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Тура өзіміздің бұрын қалай болды, солай замогымыз орнына келді. Міндетті түрде мен каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін. Назарларыңызға рахмет.